экеуі дос екен. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады. Мысық келмейді. Келмесең келме Деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң, мысық келіп, Мақтағыз, неге мені шақырдың? деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, Ендеше қатығымды төгем. дейді. Мақтағыз, Мен құйрығыңды кесіп аламын. мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Сонда мысық, Мақтағыз, құйрығымды берші. Маған қатығымды әкел, сосын мен сенің құйрығыңды беремін. мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Сен маған жапырақ бер. Мысық ағашқа барып, Ағаш, маған жапырағыңды берші. Мен чөлде тұрмын, сен маған суға кеп берсең жапырақ беремін. мысық суға бара жатса, суға келе жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Дейді. Қыздар оған, Бізге сағыз әкеп берсең, біз саған су береміз. мысық дүкенге барады. Ай, дүкенші, маған сағыз берші. Мысық маған жұмыртқа алып кеп бер. Мен саған сосын сағыз беремін. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Қыт. Бізге дән әкеп берсе, біз саған жұмыртқа береміз. Дейді. Мысық Енді не істеймін? деп бара жатса, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жанымның барында айт, үйінде не бар? Тышқан қорыққаннан, Үйімде бір табақ тары бар. Маған бір уыс тары бер. тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Ал мақтағыз мысықтың құйрығын береді. Сөйтіп мақтағыз бен мысық дос болып, бақытты ғұмыр кешеді. Осымен ертегіміз аяқталды.